Құрметті студенттер, әріптестер және зерттеушілер. Бүгінгі дәрісіміз О. Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің атынан ұсынылып отыр. Біз физиканың іргелі саласы, механиканың негіздерін, атап айтқанда, кинематика мен динамиканы тереңірек зерттейтін боламыз. Бұл тақырыптар материалдық нүктенің және қатты дененің қозғалысын түсіну үшін өте маңызды. Механика бізді қоршаған әлемдегі барлық қозғалыстарды сипаттайтын ғылым. Оның негіздерін меңгеру табиғат заңдылықтарын танып білуге жол ашады. Бүгінгі дәріс барысында біз осы күрделі әрі қызықты әлемге саяхат жасаймыз. Бүгінгі дәрісіміздің жоспары келесідей: алдымен механикаға кіріспе жасап, оның негізгі бөлімдерін қарастырамыз. Содан кейін кинематиканың іргелі ұғымдарына, яғни негізгі кинематикалық шамаларға және санақ жүйелеріне тоқталамыз. Түзу сызықты және айналмалы қозғалыстарды, сондай-ақ лақтырылған дененің қозғалысын талдаймыз. Дәрістің екінші бөлігінде материалдық нүктенің динамикасын, Ньютон заңдарын, күштердің түрлерін, импульс және импульстің сақталу заңын, жұмыс, қуат және энергия ұғымдарын зерттейміз. Соңында қатты дененің динамикасына, оның ішінде инерция моментіне және Штейнер теоремасына тоқталып, қорытынды жасаймыз. Механика физиканың ең көне және іргелі салаларының бірі. Ол материя қозғалысының ең қарапайым түрін, яғни механикалық қозғалысты зерттейді. Механикалық қозғалыс дегеніміз дененің немесе оның бөліктерінің басқа денелерге қатысты кеңістіктегі орнының уақыт бойынша өзгеруі. Механика үш негізгі бөлімнен тұрады: кинематика, динамика және статика. Кинематика қозғалыстың геометриялық сипаттамаларын, оның себептерін ескермей зерттейді. Динамика қозғалыстың себептерін, күш пен үдеу арасындағы байланысты қарастырады. Ал статика денелердің тепе-теңдік шарттарын зерттейді. Материалдық нүкте массасы бар, бірақ геометриялық өлшемдері ескерілмейтін дене. Абсолют қатты дене кез келген жағдайда екі нүктесінің арақашықтығы өзгермейтін дене. Кинематикада қозғалысты сипаттау үшін бірқатар негізгі шамалар қолданылады. Радиус вектор дененің кеңістіктегі орнын анықтайтын вектор. Орын ауыстыру дененің бастапқы және соңғы орындарын байланыстыратын вектор. Жүрілген жол дененің қозғалыс траекториясының ұзындығы. Жылдамдық дененің орын ауыстыруының уақыт бойынша өзгеру жылдамдығын сипаттайтын векторлық шама. Лездік жылдамдық белгілі бір уақыт мезетіндегі жылдамдық. Үдеу жылдамдықтың уақыт бойынша өзгеру жылдамдығын сипаттайды. Ол тангенциалдық траектория бойымен және нормаль траекторияға перпендикуляр үдеулерге бөлінеді. Толық үдеу осы екі құраушының векторлық қосындысы болып табылады. Қозғалысты сипаттау үшін санақ жүйесі қажет. Санақ жүйесі санақ денесінен, координаттар жүйесінен және уақытты өлшейтін құрылғыдан тұрады. Санақ жүйелері инерциялық және инерциялық емес болып екіге бөлінеді. Инерциялық санақ жүйесі СШ Ньютонның бірінші заңы орындалатын жүйе. Яғни сыртқы күштер әсер етпеген немесе олардың тең әсер етушісі нөлге тең болған жағдайда дене тыныштық күйін сақтайды немесе түзу сызықты бір қалыпты қозғалады. Инерциялық емес санақ жүйесі үдеумен қозғалатын жүйе. Мұндай жүйелерде инерция күштері немесе жалған күштер пайда болады. Галилей түрлендірулері бір инерциялық санақ жүйесінен екіншісіне өту кезінде координаттар мен жылдамдықтардың қалай өзгеретінін сипаттайды. Түзу сызықты қозғалыс дененің траекториясы түзу сызық болатын қозғалыс. Ол бір қалыпты және бір қалыпты үдемелі қозғалыс болып бөлінеді. Бір қалыпты түзу сызықты қозғалыста дененің жылдамдығы тұрақты болады, яғни үдеуі нөлге тең. Бұл жағдайда орын ауыстыру уақытқа тура пропорционал. Бір қалыпты үдемелі түзу сызықты қозғалыста дененің үдеуі тұрақты болады. Жылдамдық уақытқа сызықты тәуелді, ал орын ауыстыру уақыттың квадратына тәуелді болады. Бастапқы жылдамдық пен үдеудің бағытына байланысты қозғалыс сипаты өзгереді. Бұл қозғалыстарды сипаттайтын теңдеулер физикада кеңінен қолданылады және көптеген есептерді шешуге мүмкіндік береді. Айналмалы қозғалыс дененің шеңбер бойымен қозғалуы. Бұл қозғалысты сипаттау үшін бұрыштық шамалар қолданылады. Бұрыштық жылдамдық радиус вектордың бұрылу жылдамдығын сипаттайды. Бұрыштық үдеу бұрыштық жылдамдықтың өзгеру жылдамдығы.
Период дененің бір толық айналым жасауға кететін уақыты. Жиілік бірлік уақыт ішіндегі айналымдар саны. Сызықтық жылдамдық шеңбер бойымен қозғалатын нүктенің жылдамдығы, ол бұрыштық жылдамдықпен шеңбер радиусының көбейтіндісіне тең. Центрге тартқыш үдеу жылдамдық векторының бағытының өзгеруінен туындайтын үдеу, ол шеңбердің центріне бағытталған. Бұл шамалар айналмалы қозғалыстың барлық аспектілерін толық сипаттауға мүмкіндік береді. Лақтырылған дененің қозғалысы ауырлық күшінің әсерінен болатын күрделі қозғалыс. Оны бірнеше жағдайға бөліп қарастыруға болады. Еркін түсу дененің бастапқы жылдамдықсыз, тек ауырлық күшінің әсерінен қозғалуы. Тігінен лақтырылған дене бастапқы жылдамдықпен жоғары немесе төмен лақтырылған дененің қозғалысы. Көлденең лақтырылған дене белгілі бір биіктіктен көлденең бағытта лақтырылған дененің қозғалысы, оның траекториясы парабола болады. Бұрыш жасай лақтырылған дене жер бетіне белгілі бір бұрышпен лақтырылған дененің қозғалысы. Бұл жағдайда қозғалыс екі құраушыға бөлінеді: көлденең бағыттағы бір қалыпты қозғалыс және тік бағыттағы бір қалыпты үдемелі қозғалыс. Осы қозғалыстарды сипаттайтын теңдеулер ұшу қашықтығын, максималды биіктікті және ұшу уақытын анықтауға мүмкіндік береді. Материалдық нүктенің динамикасы Ньютонның үш заңына негізделген. Ньютонның бірінші заңы, немесе инерция заңы, сыртқы күштер әсер етпеген немесе олардың тең әсер етушісі нөлге тең болған жағдайда дене тыныштық күйін сақтайды немесе түзу сызықты бір қалыпты қозғалады дейді. Ньютонның екінші заңы дененің үдеуі оған әсер ететін күшке тура пропорционал және дененің массасына кері пропорционал екенін айтады. Яғни күш пен үдеу арасындағы байланысты сипаттайды. Ньютонның үшінші заңы әрекетпен қарсы әрекет күштерінің тең және қарама-қарсы бағытталғандығын тұжырымдайды. Бұл заңдар механикадағы барлық қозғалыстарды түсіндірудің іргетасы болып табылады. Табиғатта әртүрлі күштер әрекет етеді. Олардың әрқайсысының өзіндік сипаты мен формуласы бар. Ауырлық күші жердің денелерді өзіне тарту күші, ол дененің массасы мен еркін түсу үдеуінің көбейтіндісіне тең. Серпімділік күші дененің деформациялану кезінде пайда болатын және деформацияға қарсы бағытталған күш, Гук заңымен сипатталады. Үйкеліс күші жанасатын беттердің салыстырмалы қозғалысына кедергі жасайтын күш, ол тірек реакция күшіне және үйкеліс коэффициентіне тәуелді. Тірек реакция күші тіректің денеге перпендикуляр бағытталған әрекет күші. Архимед күші сұйыққа немесе газға батырылған денеге әсер ететін ығыстырушы күш. Бүкіләлемдік тартылыс күші массасы бар денелер арасындағы тартылыс күші, ол Ньютонның бүкіләлемдік тартылыс заңымен сипатталады. Импульс дененің қозғалыс мөлшерін сипаттайтын векторлық шама. Ол дененің массасы мен жылдамдығының көбейтіндісіне тең. Күш импульсі күштің уақыт бойынша әсерін сипаттайды және күш пен оның әсер ету уақытының көбейтіндісіне тең. Егер жүйеге сыртқы күштер әсер етпесе, немесе олардың тең әсер етушісі нөлге тең болса, онда жүйенің толық импульсі тұрақты болып қалады. Бұл импульстің сақталу заңы. Соқтығысулар екі түрге бөлінеді: серпімді және серпімсіз. Серпімді соқтығысуда импульсте механикалық энергияда сақталады. Серпімсіз соқтығысуда денелер соқтығысқаннан кейін бірігіп қозғалады, импульс сақталады, бірақ кинетикалық энергия сақталмайды, себебі оның бір бөлігі жылуға айналады. Механикалық жұмыс күштің әсерінен дененің орнына ауыстыруы кезінде орындалатын процесс. Ол күш пен орнына ауыстырудың скалярлық көбейтіндісіне тең. Қуат жұмыстың орындалу жылдамдығын сипаттайтын шама, яғни бірлік уақыт ішінде орындалған жұмыс. Энергия дененің жұмыс істеу қабілетін сипаттайтын шама. Кинетикалық энергия дененің қозғалысына байланысты энергиясы. Потенциалдық энергия дененің басқа денелермен өзара әрекеттесуіне немесе оның кеңістіктегі орнына байланысты энергиясы. Мысалы, ауырлық күші өрісіндегі дененің потенциалдық энергиясы немесе серпімді деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы. Энергияның сақталу заңы тұйық жүйеде энергияның бір түрден екінші түрге айналатынын, бірақ оның жалпы мөлшерінің өзгермейтінін айтады. Абсолют қатты дене деформацияланбайтын, яғни кез келген екі нүктесінің ара қашықтығы
қозғалыс барысында өзгермейтін дене. Қатты дененің қозғалысы ілгерілемелі және айналмалы қозғалыстарға бөлінеді. Ілгерілемелі қозғалыс кезінде дененің барлық нүктелері бірдей жылдамдықпен және үдеумен қозғалады. Айналмалы қозғалыс кезінде дене белгілі бір осьтың айналасында айналады. Күрделі қозғалыс ілгерілемелі және айналмалы қозғалыстардың қосындысы. Мысалы, дөңгелектің жол бойымен домалауы. Қатты дененің динамикасын зерттеу үшін оның массасының таралуы, яғни инерция моменті маңызды рөл атқарады. Инерция моменті дененің айналмалы қозғалыстағы инерциясын сипаттайтын шама. Ол дененің массасының айналу осіне қатысты қалай таралатынын көрсетеді. Инерция моменті неғұрлым үлкен болса, дененің айналу жылдамдығын өзгерту соғұрлым қиын болады. Әртүрлі геометриялық пішінді денелер үшін инерция моментінің формулалары әртүрлі болады. Мысалы, жұқа сақинаның, цилиндрдің, шардың инерция моменттерінің өз формулалары бар. Штейнер теоремасы немесе параллель осьтер теоремасы дененің кез келген ось бойынша инерция моментін оның массалар центрі арқылы өтетін параллель ось бойынша инерция моменті арқылы анықтауға мүмкіндік береді. Бұл теорема күрделі пішінді денелердің инерция моментін есептеуді жеңілдетеді. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Механиканың негіздері, кинематика мен динамиканың маңызды ұғымдары, Ньютон заңдары, күштердің түрлері, импульс, энергия және қатты дененің қозғалысы туралы білімдерімізді кеңейттік деп үміттенемін. Бұл тақырыптар физиканың басқа салаларын түсіну үшін іргелі болып табылады. Сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.